Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыз 2-ші сынып қазақ тілі сабағы 13-ші сабақ. 13-ші сабақтың тақырыбы я әрпінің жазылуы. Балалар, менің сабағым көрден алдын менің каналыма тіркеліп, қоңырау түймесін баспаңыздар. Менің каналымда 2-ші және 3-ші сыныпқа арналған қазақ тілі және математика сабақтары жүргізіледі. Бүгінгі сабағымыз тақырыбы я әрпінің жазылуы. Я әрпі бар сөздерді сауатты жазуға үйренемін. Тірек сөздермен әңгіме құрастырамын. Бүгінгі алғашқы жаттығуымыз 51-ші жаттығу. Мұқият тыңдаңыздар балалар. Мәтінді дауыстап оқы. Бақтияр неге ұялды? Бақтияр мен Саят жолда шелегі суға толы қарт әжейді кездестірді. Әжей кішкене жүріп, тоқтап демалады. Саят әжейге көмектеспек болды. Сонда Бақтияр, елдің бәріне бірдей көмектесе бересің бе? Деді оған. Бірақ Саят оны тыңдамай, әжейдің шелегін үйіне апарысып берді. Бақтияр бірде шөлдеп келе жатып ауылдың шетіндегі үйге бұрылды. Ол сол үйден су ішкісі келді. Есікті ашқанда баяғы қарияны көрді. Іш балам, іш, деді әжей су беріп тұрып. Бақтияр ұялғаннан суды ішпестен далаға атып шықты дейді. Енді бұл мәтінде Саят әжеге көмектеспекші болды, ал Бақтияр көмектескісі келмеді. Барлығына өстіп көмектесе бересің бе, деді. Одан кейін Бақтиярға су зәру болып қалды. Шөлдеп кеткен кезде, сол көрші үйден кірген кезде, ол әжей тұр екен, ұялып қалды. Әжейді көргеннен кейін, әжей болса су іштейді, жаңағыда көмектеспеген еді өткенде. Сондықтан балалар, қарт кісілер болса, үлкен әже апалар болса, ауыр жұмысы болса, қолдарында заттарды көтеріп көмектесу қажет. Үлкенге құрмет көрсету керек, балалар. Мәтін не туралы? Мәтін ол көмектесу туралы, үлкен кісілерге көмектесу туралы жазылған. Саят пен Бақтияр деген екі баланың әжеймен көмегі болады. Бақтияр неге ұялды дейді? Бақтияр сол жаңалдегі әжеге сол кезде көмектеспеген үшін ұялып қалады су іштеген кезде. Оның орнында сен болсаң не істерің дейді. Оның орнында болғандарыңда сендер де үлкен кісілерге, қарт кісілерге көмектесер едіңдер, балалар. Әрдайым үлкенді тыңдап, үлкендердің ақылын тыңдап, соларға көмектесу қажет. Мәтіндегі қарамен жазылған сөздерді көшіріп жаз. Мәтіндегі қарамен жазылған сөздер Бақтияр, Саят және қария деген сөздер. Бұл жерде қандай дауысты әріп бар? Бұл жерде дауысты я әрпі бар. Бақтияр деген кезде я әрпі, Саят деген кезде я әрпі және қария деген кезде я әрпі жазылған. Осыны 3 сөзді көшіріп аламыз, балалар. Келесі 52-ші жаттығу. Сөздердің көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойып, жазып, оның себебін түсіндірдік. Бірінші, П, И. Мына жерге қандай әріп қоямыз? Я әрпі. Пияз болады. Ур, қи деп тұр. Ең соңында я әрпі болады. Урқия болады. Дари, ең соңында қарып я болады. Дария болады. Дария. Ал зи, я болса әрпі болады. Зиян болады. А, я және з болады. Аяз болады, балар. Осылай я әрпінің орнына қойып, көшіріп жазып аламыз. Я әрпі бұл дауысты дыбыс болып саналады, балар. Сөздің соңында, ортасында келеді, балар. Түсінікті болса, келесі жаттығуға өтеміз. Енді 53-ші жаттығу. Сызбадағы сөздерді тауып жаз дейді. Бізге мынандай сызба берілген. Осы сызба бойынша біз сөздер құрастырамыз. Яғни, я әрпі соңында келу керек, және я әрпі сөздің ортасында келу керек. Түсінікті ғой, балалар? Енді бірінші сөз Жансая, бұл қыздың есімі. Я әрпі соңына келіп тұр, бізге 1, 2 және 3 жеу керек. Мына жерде 3 сөз табыңыздар деген. Екінші әріп қария, яғни қарт кісіні біз қария дейміз,
бұл жерде де я соңында келіп тұр. Мынау сияқты. Ал үшіншісінде дария деген сөзде я әрпі соңында келіп тұр. Яғни бұл дұрыс деген сөз, я. Бірінші сызбамызға сәйкес келеді. Екінші сызбамыз бұл ортада я әрпі болу керек. Енді ортада аялдама деген сөзде мына сөздің ортасында келіп тұр. Мына жерде келсе ортада болады. Аялдама, екінші әріп саяз, я әрпі тұр мына жерде ортада, кейінгісі шаян. Бұл жерде де я әрпі ортада келіп тұр. Енді біздің сызбамызға сәйкес келеді екен, я балалар. Осылай 3 сөзден 6 сөзді де көшіріп жазып аламыз балалар. Я әрпі бар қатысқан сөздер бұлар. Келесі жаттығуымыз 54-ші жаттығу. Жұмбақты оқып, шешуін тап. Қалқиып ұзын құлағы, елеңдеп қорқып тұрады. Ол не? Бұл балалар қоян. Яғни бұл орманда өмір сүретін қоян жануары. Оның 2 құлағы ұзын болады. Осы қоянды шешуіндегі сөздерді дыбыстық талдаймыз. Жұмбақтың шешуіндегі сөзге дыбыстық талдаймыз. Дыбыстық талдау дегеніміз әріптердің дауысты немесе дауыссыз деген анықтау керек. Қоян сөзінде 4 әріп бар. Мысалы, қ, о, я, н. 4 әріп бар, ал 5 дыбыс бар. 5 дыбыс дегенім себебі қ 1 дыбыс, о 1 дыбыс, я дегеніміз 2 дыбыс болады. 2 дыбыс болады. Өйткені и мен а әрпі. И мен а әрпін береді, я балалар. Я болады. Сонда 1, 2, 3, 4, 5. Н мен 5 дыбыс болады. Естеріңіз сақтап алыңыздар. Енді бұл жерде өшіре салайық. Я қоян сөзіндегі қ әрпі дауыссыз қатаң, қ әрпі дауыссыз әріп және қатаң болады. О әрпі дауысты жуан болып саналады. Я әрпі дауысты дыбыс болып саналады. Ал н әрпі бұл дауыссыз үнді болады балалар. Осылай дыбыстық талдауды көшіріп жазып аласыздар. Келесі жаттығуымыз 55-ші соңғы жаттығуымыз. Құстарға қамқорлық тақырыбында берілген тірек сөздермен әңгіме құрастырып жаз. Тірек сөздер бізге берілген: балалар, құстар, ұя жасау, жем шашу. Осыларды қатыстырып мәтін құрастырамыз. Мен мәтінді былай жаздым. Көз келіп, күн суытты. Балалар құстарға ұя жасады. Оларға жем шашты. Құстар ұяға келіп, қона бастады. Я балалар, біздің тірек сөздерімізге мәтіндегі сөздер сәйкес келеді. Мысалы, балалар деген сөзде балалар міне тұр. Құстар деген сөзде міне құстар деген жазу тұр міне. Одан кейін ұя жасау деген кезде міне ұя жасады, я. Ал жем шашу деген сөзіне жем шашты деген сөздер қатысқан міне. Осы сөздер қатысу керек. Сонда мәтініміз өте жақсы болып саналады балалар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды балалар. Менің каналыма тіркеліп алыңыздар, қоңырау түймесін басып қойыңыздар және лайк басуды ұмытпаңыздар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау сәлеметте болыңыздар.